Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кезекті ободок түрін тігіп үйренетін боламыз. Бұл ободок повязка ободок немесе тюрбан ободок деп аталады. Ең алдымен өлшемін сызып бастаймыз. Бірінші біз ұзын 38 см ұзындықта сызық сызып, оның ортасынан тігіне қарай 15 см, яғни екі жаққа қарай 7,5-7,5 см сызық сызып аламыз. Енді осы 15 см ұзын сызықтың оң жағына қарай және сол жағына қарай 7,5 см өлшеп нүкте қойып шығамыз. Барлық 4 жеріне де, міне видеода көрсетіп өттім, барлық 4 жеріне де нүкте қойып, сол нүктелердің барлығын түзу сызықпен қосып сызып шығамыз. Бұл яғни ободоктың жалпақ жері. Енді сызбамыздың ұш жағына да келдік. Ол үшін яғни ободоктың ұшындағы өлшемін өлшейміз. Мінекей менікі 1 см, ал тігіспен алғанда 2 см деп алатын боламыз. 2 см-ді жаңағы 38 см ұзын сызықтың ұшына қарай, екі жағына қарай 1 см-ден өлшеп нүкте қойып аламыз. Сонда біздің өлшеміміз толыққанды 2 см болады. Ободогымыздың жалпақ жағындағы белгілеген 7,5 см нүктеден 2 см нүктеге дейін доғал етіп, осылай 4 жағында бірдей етіп сызып аламыз. Сонымен біздің лекаламыз дайын. Енді осы өлшемімізді кесіп аламыз, яғни ободогымыздың екі ұшы екі түрлі болып, бір жағы жалпақ, бір жағы жіңішке болып қалмас үшін мен өзім, яғни жартысына дейін кесемін де 15 см сызыққа дейін кесіп, екінші бетіне беттестіріп, екі ұшын бірдей қылып кесіп аламын. Өте ыңғайлы. Яғни бұл лекала не үшін? Сіз кез келген матаға қойып, бірден кесіп алу үшін өте ыңғайлы, әрі өлшемін әр кез өлшеп отырмайсыз және уақыт үнемдейсіз. Сол үшін осылай лекала жасап алсаңыздар, қаншама уақытыңызды, энергияңызды үнемдейсіз. Неге біздің лекаламыз дайын, енді іске бірден кірісе беруге болады. Енді неге 38 см деген сұрақ болуы мүмкін? Ол мына ободоктардың түріне байланысты. Яғни менің қолымдағы мына ободок, бұл дайын ободок основа. Бұл базарларда, фурнитура дүкендерінде сатылады. Оның ұзындығы 37 см. Сол үшін жаңағыдай 38 см ұзындықта алдық. Ал мына ободок бұл, яғни дайын ободоктың ішінен бұзып шешіп алынған ободок основа. Бұның ұзындығы 39 см. 39 см ободокқа тігетін болсаңыз, яғни 40 см ұзындықтай өлшеп аласыз. Дайын лекаламызды матаға қойып, бастырып, дәл осы бөлшектен екі данасын бірден кесіп дайындап аламыз. Бұл ободогымыздың бір ғана бөлшегі, енді ободоктың дәл орта тұсында тұратын, жалпақ бөлшегінде тұратын, ортасында осындай 4 бұрышты матамыз болады. Оның өлшемі, міне көріп тұрғандарыңыздай, шаршы 14-14 см шаршы матаны кесіп алатын боламыз. Бұл жаңағы ободогымыздың екінші деталь бөлшегі болады. Дәл осыны кесіп дайындап аламыз. Осымен алғашқы детальдары, яғни ободоктың жалпақ бөлшегі және де ортаңғы бөлшегін кесіп алдық. Ендігі мәселе ободоктың өзі кіргізіліп тұратын осындай қалташасы болады. Соны қазір өлшеп, бірге сызып кесіп алатын боламыз. Мінекей ішкі жағында осылай ободоктың өзі қапталып тұратын болады. Енді осы бөлігімізді өлшеп сызып алатын боламыз. Яғни ободоктың ұш жағы жаңа 2 см деген жеттен бастап 6 см етіп нүкте қойып, оны ұзын сызықпен қосып аламыз және матаға қойып бірден бастырып аламыз. Міне видеода көрсеткеніндей екі жағын бірдей етіп сызып аламыз да, артынан лекаламызды алып тастап, осы екі сызықты бір-бірімен қосамыз. Дәл осы бөліктен екі данасын бірден кесіп аламыз. Жаңағы дайын ободоктың видеосын көргенде, ободоктың өзі матаға қапталған, жай ғана ободоктың жалпақтығы мен ұзындығына осындай бір ұзын полоска матаны сызып кесіп алатын боламыз. Яғни бұл ободок қаптауға керек болады. Енді барлығы бір ободокқа кететін матаны көрсете кетейін. Осындай жалпақ бөлшектен екі дана және ободоктың ортасында тұратын шаршы осындай матамыз. Ободоктың екі қалташасы, бұл дегеніміз екі ұшында, жаңа видеода дайын ободокта көргендеріңізде осындай ұш жағында ғана тұрады. Және одан бөлек ободоктың өзін қаптайтын жай ғана осындай ұзын бір сызық мата керек болады. Осымен барлық бөлшегіміз түгел. Енді ең алдымен біз ободоктың қалташасын тігіп бастаймыз. Яғни мына жерде менде оң жақ беті, оң жақ бетінің жалпақ жағынан міне теріс жақ бетіне қарай бір ғана ұзын тігіспен тігетін боламыз. Және де бұл бөлікпен бірге ободоктың жалпақ жері, яғни ортаңғы бөлшегін ұзын тігіспен тігеміз. Үш бөлшегін тігіп алдық. Мінекей ободоктың қалташасы және де ортаңғы бөлігі. Ортаңғы бөлігін оң жақ бетін бір-біріне беттестіріп, жай ғана ұзын тігіспен тігіп шықтық. Енді осы матамызды оң қаратып аламыз. Осы ортаңғы бөлігімізді оң қаратып болған соң, тігіс жоқ жағын
ішке қаратып жіберіп, тігіс бар жағынан осылай бір ұзын тігіс тігіп жібереміз. Енді келесі жалпақ бөлігімізді оң жақ бетін бір-біріне қаратып, жаңағы қалташасын орта таманына кіргізіп жібереміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Бұл бір жақ бөлігі, яғни осы ұшына тігіп жібереміз. Екінші бөлігін дәл осылай ішкі жағына кіргізіп, бұл жақ бетінде тігетін боламыз. Бірақ оң қарату үшін кішкентай ғана жер қалдырып қоямыз. Мінекей біз ортаңғы бөлігін тігіп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай, осы бөлшекті оң қаратамыз, сонда тігісі бар жақтың барлығы матаның ішкі жағында қалып қояды. Енді келесі жаңағы жалпақ бөлікті тігіп, оң қаратып алдық. Міне көріп тұрғандарыңыздай, велюр матасы кішкене жұмсақтау болады. Егер де матаңыз қақиып тұрсын десеңіз, жаңағы бір бөлігіне дублерин жабыстырып жіберсеңіздер болады. Енді ободоктың өзін матамен қаптайтын боламыз. Ол үшін үйіңізде осындай ыстық кілелі пистолет болатын болса, соның көмегімен жасасаңыздар болады. Ал келесі вариант ине жіптің көмегімен де тігіп шығуға болады. Не көріп тұрғандарыңыздай, тегіс бетін ободоктың астыңғы жағына жібереміз, ал тігіс түсетін, клей түсетін жағын жоғарғы жағына жібереміз. Сонда ободогымыз ішкі жағынан да, сыртқы жағынан да аккуратно көрінеді. Міне көріп тұрғандарыңыздай, жаңағы клейдің орны бар негізі мына ободокта. Сол клейдің орнына осы ыстық клейді жағып отырып, матаны тартып жабыстыруға болады. Не болмаса жаңа көрсеткенімде ине жіптің көмегімен де тігіп шығуға болады. Мен сіздерге ине жіптің көмегімен тігіп көрсеткім келіп тұр. Міне көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай үсті-үстіне қабаттап жібереміз де ине жіптің көмегімен шаншып тігіп шығамыз. Матаны жақсылап барынша тартып істеген сапалы көрінетін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай екінші бөлігін қатты тартып тұрып тігіп шығамын. Кейбір ханымдарда үйінде клей пистолет болмағандықтан сұрап жатады. Сол себепті мен бұл жолы осылай ине жіптің көмегімен де қалай тігуге болатындығын көрсетудемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бір-біріне беттескен матаны үлкен тігіспен тігіп, жай ғана жаңа мата сырғып жылжып кетпес үшін тігіп шықсаңыздар жеткілікті. Көріп тұрғандарыңыздай, барлығы өте оңай, қолдан жасалады. Және де бұны сатылымға шығарсаңыздар да жақсы сатылым болады. Өзім осы бизнесте бірнеше жыл өзімнің брендімді дамытқанмын. Мінекей дәл осылай ободоктың толық барлық жерін қаптап, артық жерін кесіп тастаймыз. Мінекей біздің тігісіміз бітті. Енді ободоктың жалпақ бөлшегінің қалташасына кіргізіп, маталарымыздың мыжылып тұрған жерлерін әдемілеп жазып жайып аламыз. Және ортаңғы бөлшегін бір ұшынан бастап кіргізіп, дәл ортасына әкеліп аламыз. Бұл велюр матасы жұмсақ мата болғандықтан кішкене иілгіш келеді. Егер велюр матасынан тігемін дейтін болсаңыздар, дублерин жабыстырып, өз формасын ұстайтындай дәрежеге жеткізуге болады. Мінекей ободогымыз дайын, өте әдемі, ұқыпты болып шықты. Келесі менде осындай японский шолқ матасынан тігілген түрінде көрсетіп жатырмын. Және матамыздың жалпақ бөлшегі ары-бері жылжып кетпес үшін жаңағы қалташасынан ыстық клей болса, сонымен кішкене құйып жабыстырып алуға болады. Не болмаса, жаңағыдай ине жіптің көмегімен бір-бір іліп жіберсеңіздер болады. Және ортаңғы бөлігі де жылжып кетпес үшін ортаңғы бөлігінің де астыңғы жағынан ыстық клеймен не болмаса ине жіптің көмегімен іліп қойсаңыздар болады. Мінекей осымен біздің ободогымыз дайын. Жасап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік, және де каналға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі жолы басқа матамен де қалай жасауға болатындығын көрсететін боламын.